королевский салатын дайындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Бізге қажеттісі майонез, кукуруза, жұмыртқа, чечил, помидор, огурцы, колбаса, твердый сыр және салатное листья керек болады. Барлық заттарымызды жақсылап жуып, тазалатып, жұмыртқамызды қайнатып аламыз. Огурцымызды, яғни қиярымызды осылай төрт-бүріштілеп, майдалап, турап аламыз. Маған орташа 3 қияр қажет болды. Барлық затымызды осылай төрт-бүріштілеп турайтын боламыз. Ал енді помидорымызды да осылай кішігірім етіп турайтын боламыз. Менде жаңа жылға деген рецепттер бар, тағы да басқа салаттың. Менің каналыма кіріп көрсеңіз болады. Міне осылай турап, жұмыртқамызды да осылай турайтын боламыз, майдалап. Қатты майда емес. 4-ке бөліп жұмыртқамызды. Өте жеңіл, жегенге де, жасағанда да өте оңай салат бұл. Королевский. Мен бұл жерде колбасаны қолдандым. Сіздер еттің барлық түрін қолдансаңыз болады. Міне сырымызды төрт-бүріштілеп тураймыз, жіңішке етіп. Ыдысымызға салып, мен колбасаны осылай етіп турап алдым. Егер қайнатылған ет болса, тауық етін қолдансаңыз болады. Одан кейін сиырдың, қойдың етін пайдалансаңыз болады. Оны да дәл осылай колбаса сияқты төрт-бұрыштылап, жіңішке етіп кесетін боласыздар, турайсыздар. Ендігі кезекте чечилді осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап шашақтың шығарып, шаштай етіп, осылай жұмалап алатын боласыздар. Майда бөлікке жартысын алып, жаңағы туралған салатымызға араластыратын боламыз. Қалған жартысын алып қойып, салаттың бетіне оформленияға қоямыз. Міне. Енді кукурузамыз суын ағызып жібереміз де, осы дайын болған салатымыздың үстіне сеуіп, мен 3 қасық, ас қасық майонез қолдандым. Аз қоссаңыз да болады, осыдан 4 қасық қоссаңыз да болады майонезді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Майонезі барлық жеріне сіңуі керек, барлық затқа. Және де бізге салатное листья, ол тарелкамыздың астына қойғанға салатымыз өте әдемі болып көрінетін болады. Салатное листьямыз тарелкамызға жайып, үстіне дайын болған салатымызды толтырып, әдемілеп салатын боламыз. Жан-жағын ағып кеткен болса, немесе жағылған болса, салфеткамен ақырын сүртіп алсаңыз болады. Осы салат 2021-2020-ның хит салаты болады деген сенімдемін. Себебі қазір ресторан, кафелерге барсаңыз, осы королевский салатты көп тапсырыс береді. Сол себеп сіздерге дастарханға ұсынуға, жаңа жылға ұсынып отырмын. Міне салатымыз дайын, өте дәмді, өте керемет, оформлениясы өте әдемі болады. Тұз себудің қажеті жоқ. Жасап көріңіз, ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.